Елімізде мәжбүрлеп неке қиюға қатысты алғашқы қылмыстық іс қозғалды. Оқиға Шымкент қаласы мен Қызылорда облысында болған, екі жағдайда да зардап шеккендер кәмелетке толмаған. Бұл жайт бойынша тергеу жалғасып жатыр. Айта кетейік, 16 қыркүйектен бастап қылмыстық кодекске енгізілген жаңа бап бойынша әйелді алып қашу немесе зорлықпен үйленуге мәжбүрлеу қылмысқа жатқызылады. Сонымен қатар сталкинг, яғни зорлықсыз қудалауға қатысты жаңа заң күшіне енді. Осы бап бойынша Атырау және Павлодар облысында алғашқы екі қылмыстық іс тіркелді. Заңға сәйкес сталкинг жасағандарға 200 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл, түзету немесе қоғамдық жұмыстарға тарту, сондай-ақ 50 күнге дейін қамауға алу жазасы қарастырылған. Егер әйел адам ұрланып, күш қолдану қаупімен немесе мүлкін жою не бүлдіру қатерімен неке қиюға мәжбүрленсе, кінәлі адамға 2000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салу, не дәл сол мөлшерде түзеу жұмыстарына тарту, не 2 жылға дейінгі мерзімге бостандығын шектеу, не сол мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген.